Қызметшілер мен ардагерлерін зымыран әскерлері мен артиллерия күнімен құрметтеу салтанатты рәсімі ашық деп жарияланады. Тарихы Қарабайыр атыс қаруынан бастап, заманауи зымыран кешендері мен жойылған Олы Альчикенов, Асқар Ахметұлы Ғұлама, Александр Владимирович Тепляков, Әнуар Тұрсын. Барлық уақытта армиядағы ең жақсы дайындалған мамандықтар және штурм С-танкке қарсы зымыран кешендеріне. Зымыран әскерлері және артиллерия күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қолындағы жауапты қызметте зор табыс тілеймін. Құрлық әскерлері бас қолбасшысының басқармасы, әскери бөлім командирінің оқ атумен зақымдау жөніндегі орынбасары, әскери бөлім зымыран әскери және артиллерия бастығының ұжымына көп алғысымды білдіремін. Сол кісілер осыны бүгін ұйымдастырып, бүгінгі жақсы күнді өткізіп жатыр. Сарапалудан өткізілді. Оқу-жаттығу барысында жақсы нәтижелерге келесі әскери қызметшілер қол жеткізді. Оның ішінде жеке артиллерия дивизион командиртеспін. Зымыран әскерлері мен артиллерия еліміздің тыныштығы мен азаматтарымыздың бейбіт еңбегін қорғайтын болсын демекпін. Әрқашанда біздің көк туымыз желбірей берсін. Біздің рахмет. Құрлық әскерлері бас қолбасшысы басқармасы 36-803 әскери бөлімінің келесі болып алдарыңызда